Армысыздар достар, бүгін біздің кезекте сельдерейді қыс уақытына сақтап аламыз. Сельдерей бізге өте пайдалы, себебі күнделікті өмірде жасыл смузиларды күнделікті қабылдаған өте дұрыс. Бұл бір жағынан детокс болады, бір жағынан өте көптеген пайдалы әрекеттерін береді. Сол себепті мен өз басым қазір сельдерейдің ең көп уақыты сол уақытты мен пайдаланып өзіме қыс мезгіліне қатырып аламын. Жалпы сельдерейді қарап отырсаңыздар, бір-біріне осылай қосылып тұрады, бір-біріне жабысып. Мен оны бір-бірден жеке-жеке осылай ажыратамын. Ажыратып аламыз да, бұны қазір жуамыз. Жуып болғаннан кейін тураймыз. Тура пакетке саласыздар. Сонымен бізде сельдерей дайын болады. Бізде келесі кезек сельдерейді толығымен жуып болдық. Енді жалпы бұл жерде мына жапырақтарын алып тастайсыздар. Бұл жапырақтарды тамаққа пайдаланып тастауға болады. Жапырағын бөлек жинаймыз. Жуан сабақтарын жеке-жеке бөлек жинаймыз. Осылайдан толығымен бүкілін ажыратып шығамыз. Сельдерейді толығымен сабағы мен жапырақтарын бір-бірінен ажыратып алдым. Келесі кезекте біз оны турайтын боламыз. Біздің сонымен сельдерей дайын болды. Мен осындай шағын пакеттерге салып қойдым. Жалпы бұл соңғы уақытта қазір сельдерей өте пайдалы ағзаға. Зеленый сок деп аталады. Зеленый сокқа міндетті түрде осы сельдерейді қосса, кімде давление бар, көптеген осы ауруларды осы сельдерей емдейді. Ешқандай дәрі ішпей-ақ. Сол себепті мен сіздерге кеңес берер едім. Осы сельдерейді көбірек алып қатырып, күнделікті таңғы астан бұрын ішуге. Бүгін сіздермен болған әсел. Видеом ұнап жатса каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет.